Бастаймыз. Рахмет. Сонымен бүгінгі қонағымыз біздің Әсел Жамалидинова. Дәл қазір Америкада, қателеспесем, Нью-Йорк қаласындасыз, иә? Қалыңыз қалай, Әсел? Жақсы, шүкір. Осындай интродакшн жасап бергендеріңізге де рахмет. Және қайырлы кеш сіздерге. Мен Варшавадан шығып тұрмын. Біз жақта түс қазір, Әселдерде таң атып жатыр. Сондықтан уақыт айырмашылығы бар бізде. Көп рахмет бүгін өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскіңізге, сұхбат бергеніңізге, келіскеніңізге. Сонымен айтып өткеніміздей бүгін шамамен 1 сағаттық кездесу болады. Оның 35-40 минутын өзіміздің сұрақтардан бастап, ары қарай аудиториядан сұрақ болып жатса, сонымен жалғастыратын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, сондықтан дайындап болсаңыздар болады. Соңында сіздерге мүмкіндік беріледі. Сонымен Әсел, қош келдіңіз тағы да. Өзіңіз туралы сәл ақпарат бере кетсеңіз. Окей. Тағы да бір нәрсе, бізде таң атып жатыр, где-то сағат 9. Естіліп тұрмын ба? Микрофон вроде қосылып тұр. Иә, қазір бізге жақсы естіліп тұр. Все хорошо. Бәрінде сондай ма? Менде ғана ма? Все окей. Сағат бізде 9 болып жатыр. It's my morning voice деп айтушы еді менің менторшым. Сонымен менің атым Әсел. Мен Таразда туып өскенмін. Таразда бакалаврды жасадым. Кажется, біреуде микрофон қосылып тұр ғой деймін. Андай жаңғырық болып жатыр. Все хорошо. Итак, Таразда туып өскенмін, сонда бакалавриат жасадым, Тараз педагогикалық институтында. Одан кейін 1 жылды көптеген, қайтып айтса болады, аппликейшндар тапсырып, қайта магистратураға түсу деген ой болды. Обычно мынандай ғой, Таразда сразу бакалаврды біткеннен кейін тұрмысқа шығасың, либо басқа бірдеңе іздеп табу керек ше. Сондай кезде болды, білмеймін, не үшін екенін, менде басқа бір айырмашылық болды ма, өзім көзқарастарым бөлек болды ма, ондай салаға емес, именно вот қалай өз-өзін дамыту деген сияқты жаққа қарай тартып тұрды. Сондықтан 1 жыл бойы мен жұмыс істедім. Мен Қостанай ништа жұмыс істедім, одан кейін Алматы ништа жұмыс істедім, Алматы ништаға ФМН-да жұмыс істедім, Горный Гигантаға. Одан кейін ол кезде жүріп параллельно UIB-ға түстім. UIB-да түскеннен кейін тағы да параллельно Казгудағы 2 дипломдық деген программа бар. Оған да тапсырдым. Сөйтіп параллельно бәрін оқып жүрген кезде Назарбаев университетінде тағы да бір жаңа бағдарлама ашылып жатыр екен. Сосын барлығын Алматыда тастадым да Астанаға қарай көштім. Назарбаев университетінің Multilingual Education, либо полиязычное образование деген мастерс дегрим бар. И сол кезде ғылыми зерттеулер жасаған кезде, тезис жазып жатқан кезде бір қызық жайт болғаны, бүкіл исследованияның барлығы тек қана ништа, КТЛ-да, Мираста деген сияқты күшті мектептерде ғана жасалған екен. Ал бүкіл масса дейді ғой, масса оқып жатқан жерде, мысалы, жай мектептерде исследованиялардың өте аз, былайша айтқандашы. Сондықтан альтруизм оянып, бұлай болмайды, жаңадан информация керек, зерттеу жасау керек деп, мен мейнстрим скулға бардым. Қазір сонда докторал дегри алу үшін сенде бір кәдімгідей бір данный болу керек қой, сені нені зерттейін деп жатсың деген сияқтышы. Соған байланысты мен қазір жалпы орта мектеп, школа гимназияда жұмыс істеймін Астанада. Сондай. Көп рахмет, Әсел. Енді екінші сұрақ осы TechWomen бағдарламасы туралы сұрақ деп еді. Менің өзім ең алғаш TechWomen туралы 2019 жылы білдім. Ол кезде белгілі блогер Айна Досқызы сол Сан-Францискоға барып, Силикон Далинда компаниялармен таныстырып, бірнеше пост жазып, стористер салған болатын. Сол кезде осы бағдарламаның Қазақстанда популяризациясына көп көмегін берген сияқты.
Енді әрине одан кейін пандемия болды, онлайн болып кетті, қатарынан 2 жыл қателеспесем, енді биыл онлайн бірінші рет 2 жылдан кейінгі үзілістен кейін офлайн болып тұр. Енді бұл бағдарламаның өзіңіз білесіз, фишкасы да сол адамдардың барлықтарын жинап, белгілі бір компанияларға апарып, сол жақпен таныстыру және сол компаниялардан тәжірибеден өткізу. Сіздің ойыңызша қалай болды? Сол кездегімен салыстырғанда және осы жалпы бағдарлама туралы айтып өтсеңіз толығырақ. Окей, жалпы бағдарлама бойынша ақпарат и в целом менің экспериенсім. Біріншіден тапсырған кезде мен өз басым тоже 2019 жылы естідім, бірақ блогердан емес, вообще басқа жайттар бойынша білдім. Сосын жалпы бағдарлама туралы айтатын болсам, бұл жерде бұл технологиядағы STEM-да жүрген әйел азаматтарына көптеген мүмкіндіктер беру. Мүмкіндіктің ішінде ол бізде тек қана қолыңа алып келіп берсе ғана мүмкіндік сияқты болып сезілетін болса, бұл жақта ондай емес. Сен бірінші сана сезіміңді өзгерту керек, сосын барып сен өз мүмкіндіктердің барлығын өзің байқай бастайсың. Сондайда, то есть empowering women, әйелдерге сондай саппорт беру, то есть поддержка беру. И бұл қателеспесем 2011 жылдан бастап іске асқан программа. Негізі ең басында бұны бастаған Хиллари Клинтон. Ол кезде ол US Department of State болып тұрған еді. Одан кейін барып, сол кезден барып, ең басында Қазақстан ол списокта жоқ еді негізі. Бастапқы идея бойынша Барак Обама ол кезде ол Америка мен ислам мемлекеттерінің арасындағы қатынас дейді ғой, соны жақсарту үшін жасалған программа болған еді. Сосын ол жайлап тағы басқа мемлекеттерге де үлке бастады да. Биылғы біз 10 жылдығын биыл қарсы алдық. Неде жүрген кезде, Сан-Францискода жүрген кезде Tech Women-ның. Және қазір ол тағы да 2 мемлекетке ұлғайды. То есть Восточная Европа қосылды. То есть получается енді тек қана Силиконовая долинада, мысалы Сан-Францискода өтетін болса, тағы да Чикагода өтетін болды. То есть Чикагода, опять же таки қателеспесем, ол жерде өте үлкен агроөнеркәсіп бар. И биотехнология бар. То есть получается сол жақтағы технологиялардың барлығын басқа елдерге таныстыру үшін уже 2 қалада болады және тағы да мемлекеттердің қатары қосылды. Вот. Тағы да енді екінші сұраққа көшетін болсам, бізде биыл 2 кохорт болды. То есть бізде көктемгі кохорт болды и бізде фул кохортқа мен қатыстым. Көктемгі кохортты не үшін қойды деген сұрақ болатын болса, ол жерде былтыр мысалы вообще ештеңке офлайн форматта болған жоқ, барлығы онлайн форматта болды дейді. Сондықтан біз қалай істей аламыз деп, өйткені уже қолдарында ақша бар и все равно бізде мысалы қазір Zoom-мен болып жатқанның өзі күнделікті өмірде кездескеннен айырмашылық бар, мысалы. Сондайды қайтып айтса болады, көмегін беру үшін олар 2 кохортты биыл жасады. То есть көктемдегі кохорттың айырмашылығы олар сол қабылдап алып жатқан компанияларға бару өте сирек болды, прям супер сирек болды. В основном осындай Zoom колдары болды, бірақ олар Сан-Францискоға барды. Ал біздің кохортта бізде гибридное болды. Иногда ол компанияға байланысты болды в основном. Менің қатысқан компаниямның аты PG&E, то есть Pacific Gas and Electric. Бұл компанияда мен Academic of Electricity-да бірінші бастап стажировка сол жерден басталды да. Сондықтан ол жерде басында кейбір встречалар осындай Zoom-да болды, бірақ в основном біз қалай келдік, бізге 1-2-3 күн өз-өздерімізге келуге уақыт берді, сосын уже филдқа қарай өздеріне шақырып алды. Сондай офлайн болған кезде, опять же таки, қосатын болсам, ол басқа сезімдер. Өйткені сен телевизорда, телефонда көріп жүрген Google, ол шынымен Google екенін көресің да. И вот. Түсіндім, көп рахмет. Енді мен шынымды айтсам білген жоқпын, Хиллари Клинтон бұл бағдарламаның негізін қалаушы екенін, яғни бұл жақсы ақпарат болды деп үміттенемін. Осы бағдарламаға жалпы қанша уақыт кетті дайындалуға, қатысуға, сол жайлы кішкене айтып өтсеңіз.
Осы жерде дайында жайлы айтсаңыз, осы жерде көп қыздарды шақырған кезде біз айтқанбыз, мүмкін осы программа сізге типа пайда болады деген сияқты, может быть, в следующем году вы будете участником деген сияқты, сол критерий жайлы айтып берсеңіз. Так, окей, критерий бойынша тоқталатын болсам, ол жерде как минимум сізде 2 жыл work experience болу керек. То есть сіз бір жерде жұмыс істеген болуыңыз керексіз. Сосын міндетті түрде сіз осы бағдарлама біткеннен кейін сіз 2 жыл бойы США-дан тыс мемлекетте болу керексіз. То есть, опять же таки, қайтадан осында миграцияға келе алмайсыз деген сияқты тұстары бар. То есть, оған сіз дайын болу керексіз. Сосын келесі нәрсе ол қайтып айтса болады, impact дейді ғой. Сіз қандай impact жасауға дайынсыз? Өзіңіздің еліңізде, өзіңіздің комьюнитиңізде, өзіңіз бір жерде оқып жатсаңыз, өзіңіздің оқып жатқан жеріңізге қандай impact жасай аласыз? Соны сіз білу керексіз, нақты білу керексіз. Өйткені сіз мен білмеймін не істейтінімді деп отырсаңыз, оларға да тоже ондай керек емес та. Өйткені оларда бірнеше пас дейді ғой, бірнеше пастар бар. То есть, мысалы, қандай дирекшнда сіз өзіңізді дамытқыңыз келеді. Мен, мысалы, өзіме renewable energy деп алдым. Өйткені мен білетін Қазақстанда, опять же таки, мен өзім тағы да Eco-Network деген компанияда стартапта жұмыс істеген болатынмын. И Қазақстандағы қазір именно вот экология жағынан онша емес екенін білемін да, сондықтан ода менде бір passion болды. Passion да бар. Дальше не істеуге болатын. Renewable energy бойынша мен жаздым өзімнің эсселерді. Итак, дайындалу бойынша бұл где-то өткен жылы ноябрьде ашылды. Өткен жылы ноябрьде ашылды, и январдың 5-іне дейін бізге уақыт болды тапсырып бітуге. Ол кезге дейін 8 эссе жаздық біз. 8 эссе болғанда санынан қорқпаңыздар. Ол жерде в основном сол сұрақтарға бүйтіп отырып жауап беру керек та шынымен де. Сен кімсің мысалы? Сен өз-өзіңді сен келгеннен кейін осы Сан-Францискоға сенен қандай пайда болуы мүмкін? Мысалы, сен осында келгеннен кейін сен басқаларға қандай пайда бере аласың деген сияқты бір отырып, асықпай, өз-өзіңе өте сенімді түрде жауап бере алу керексің. Негізі ол сұрақтардың барлығы уже қателеспесем сайтта болу керек. И негізі осындай. То есть 8 эссені жазу керек болды. Ноябрьдің соңына дейін примерно жазып біттім, бірақ оны жазу үшін де біраз уақыт кетті. Мысалы, мына сұраққа қалай жауап берген дұрыс. Сосын, білмеймін, мен өзімнің миымның сондай ерекшелігі шығар, бірақ мен right away жазамайын да. Бірінші оқып алу керек, бірнеше күн жүру керек, қорыту керек, сосын барып идеялар пайда бола бастайды. Сосын идеялар өте көп болып кетеді. Олардың барлығын ішін саралап шығасың, қайсын жазу керек, жазбау керек. Сосын менде прям супер қызық болған нәрсе. Әр этапқа 8 эссе болды ма дейді. Жоқ, бірінші этапта ғана сондай 8 эссе болды. Мен январский событие дейді ғой, қаңтар оқиғасына тура келіп қалды мен тапсыратын кезім. Ол кезде, вот мен бүгін жаңа жыл деп ырымдап, вот тапсырам деп жатқан кезде, в общем, интернеттің бәрін жауып тастады. Сосын мен естеменді, уже бәрін дайындап қойдың, сен уже мысленно уже сол жақтасың. Не істеуге болады? Ол кезде бүкіл организаторларға жаза бастадым, Инстаграмнан шықтым, почтасына жаздым, Фейсбукқа жаздым деген сияқты барлық жерге жазып шықтым. Осындай бізде Қазақстанда жағдай болып жатыр деп едім, сөйтсем, олардың барлығы, әрине, біз оның бәрін біліп отырмыз, деп бізге тағы да где-то бір апталық гэп берді. То есть келесі келесі аптада ма, келесі айдың аптасында ма мен тапсырып үлгердім. Кешіріңіз бөліп жүргеніме, сол үшін, кажется, бәріне сабақ, что дедлайнға қалмаңыздар, өйткені, есімде болса, қаңтардың 5-інде ма жабылады дедлайн. Ноябрьдан бірнеше ай беріледі, сол 8 эссе жазуға. Так, тебе енді этаптар бойынша, бірінші этап сол скрининг эсселер бойынша болды. Одан кейін где-то бір май, примерно, май кездерінде бізге уже предварительный жауаптар келді. Сіз семифиналистсіз деп, мен вообще түсінген жоқ не болып жатқан, имеется в виду, толқу сезімі болды ғой деймін.
семифиналист болдым, одан кейін интервью болды. Интервьюда где-то бір 9-10 шақты адам болды ғой деймін. Обязательно ол аламник болу керек осы техбумының. Одан кейін бізде посольстводағы адамдар болды, то есть посольствода именно вот exchange программалармен, вообще оқу бағдарламаларымен айналысатын адамдармен сондай қайта айтса интервью болды. И сол кезде мен көп алдыңғы жылғы техбумының қатысушыларын тауып алдым, олардан сұрады, не істеу керек, қалай болу керек деп. И олардың барлығын айтқанда, ол осы эсселеріңізде туралы не туралы жаздыңыз, сол эсселеріңіздің бәрін қайтадан оқып шыққан дұрыс. Себебі мысалы жылдың соңында уже тапсырасыз, ал сізде примерно уже майда ғана интервью болуы мүмкін. Ол кезге дейін есіңізден шығып кетуі мүмкін деген сияқты. Сосын бір саралап оқып шықтым, и тура сол бойынша ғана сұрақтар болды, и жауаптарда тоже мығым болу керек та, өз-өзіңізге қайтадан сенімді болу керексіз, былай, ой, мен ойым өзгеріп кетті деген сияқты емес. Солай, менің естігенім бойынша Қазақстаннан где-то бір 10 адам семифиналист болды, 10 адамнан біз 6-ымыз өттік, ал бүкіл әлем бойынша где-то бір 3200 адам тапсырды. Ол бізде уже официально хатта болды, содан 104 адам қабылданды бұл программаға. Әсел, осымен қорытындыласақ критерий жайында, бірінші этап ол эссе жазу болады. Есімде болса 7 эссе обязательно, 8-шісі не обязательно. Оған ноябрьдан application ашылады да, январьдың ортасына дейін болады. И бұл жерде ең басты, что не обязательно, что сіз прям тех сферасында там программист болып жұмыс істеу емес, қандай да бір импакт жасап жатырсыз, и соны әдемілеп көрсетіп беру, да. Сосын бірінші этап эсседен өтсеңіз, сіз айтқандай цифрадан 3000 бірдеңке адам ішінен кіресіз деген сияқты. И 10 финалисттің ішінде май-июнь айында екінші этаптың интервью болады. Сол программаның и плюс, кажется, US консульстводағы адамдармен бірге интервью болады. Сонымен уже қателеспесем, октябрь айында өзі бағдарлама басталынады, иә? Октябрьда емес. Бізді 21 сентябрьда басталды. 21 сентябрь, иә. Негізі, өздердің. Ну, ең соңғы этап. Ол кезге әлі біраз нәрсе өтесіз. Жоқ, вообще өту, программаға өту, 2 этап. Жалпы критерий ретінде ол сіздің 2 жыл опытыңыз болу керек. Августке, кажется, келесі жылдың августіне осы STEM сферасында, либо қандай да бір STEM-ге байланысты проект жасайтын ниетіңіз бар деген сияқты, солай тоже көрсетсеңіз болады. Мысалы, елім үшін, мысалы, технология мынандай қолданам, бірақ мен там типа развитие медицина жағынан жасап жатырмын деген сияқты. Сондай бір қосу керек, да? Осы жайлы айтып берсеңіз, что больше қалай презентовать ету керек өзінің анкетаңды. Қандай адамдарды сіздің ойынша көбінше алады? Если честно, ондай қайтып айтса болады, сіздерден ондай боксқа салып тастаған келмейді, да? Мысалы, тек қана осылай дұрыс деп. Өйткені олай салып тастайтын болсам, әр адамның историясы ол юник. Ал мұнда ақш-тың сондай ерекшелігі біздің мемлекеттерден, ол сол юникнесқа қарайды, ол сіздің ерекшелігіңізге қарайды. Мендегі мысалы кейс, мен мысалы мұғаліммін. Мен мұғалім болған кезде, мен өзімнің тағы да бір импактымның ішінде, собанаға список жазында не істей аламын. Сол списоктың ішінде тағы да бір нәрсе болды, ол қыздар, менде в основном сабаққа келген кезде айтатын, we are not smart enough like boys деп айтатын. И маған сол қатты жыныма тиеді, маған білмеймін, ішімде бірдеңке өртеніп жататын каждый раз. И сол кезде бір эсселердің ішіне жазғаным бар, мен келгеннен кейін осы қыздарға арнайтын бір клуб болатын шығар, бірінші мектептен бастаймын. Мектепте бір жыл уже өткеннен кейін жайлап екінші мектепке шығамын деген сияқтышы, ол менің кейсім ғана. Ал сіздің кейсіңіз ол вообще мүлде басқаша болуы мүмкін, бірақ сіз қалай импакт жасай аласыз, сіз қалай осы социумға көмектесе аласыз. И все-таки бір гендерлік қайтып айтса болады, аластатушылық, бір-бірінен айырушы, негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын, но опять же таки бізде сол гэп бар ғой, гендерлік. Сол үшін, мысалы, сіз әйелдерге арнап не істей аласыз?
деген сұраққа өзіңізге жауап беруіңіз керек сияқты. Сосын тағы да бір қызық нәрсе, басында болған, басында емес, уже ең соңғы мероприятиялардың бірінде 10 жылдық болған кезде, бір қыз бізде выступать етті. Сол қыз айтады, мен келген кезде ең басында сол кішкентай ғана бір коробка дейді ғой, кішкентай ғана осындай 4-3 коробкада қазір өмір сүруші едім дейді. Қазір ол боксты мен уже смеш жасап тастадым дейді. Сол сияқты ағылшын деңгейін тексереді ме? Ой, сорри. Жоқ, тексермейді. Эссе мен интервью кезінде уже түсінікті болады сіздің ағылшын деңгейіңіз. Сосын тағы да айтатыным, неше түрлі ағылшын деңгейін көрдім мен, ол жерде шыны керек. Бір күштілеп, масқара бір сайрап жатқан кезде аузың ашылып тұрып қарайтын адамдардан бастап, деп қайтан жіберші деп сұрайтындай жағдайлар болды негізі ағылшын тілі бойынша. Бірақ сіздің деңгейіңіз comprehension деңгейінде болу керек. То есть сіз біреу бірдеңке деп айтқан кезде сіз түсіне алу керексіз. И сіз сұрақ қойған кезде сізде тура сондай жауап бере алу керексіз. Так, стоп. Мне кажется, ойым бөлініп кетті деймін, иә? Примерно, в общем, қысқаша айтатын болсам, менікі сентябрьде басталды. Сосын технологияға байланысты болуы мүмкін. Және әйелдерге қатысты сіз қандай импакт жасай аласыз с помощью этих технологий. Тағы да, мысалы, басқа өзімнің коллегаларымды алатын болсам, осында бірге түскен Жарқын деген қыз бар, ол өзі project manager. То есть медицина бойынша бірнеше бағдарламаларда осында жасаған, Астанада жасап жатыр, точнее. Одан кейін Эльмира Обри, ол МФЦ-ның CEO, если не ошибаюсь, именно вот education жағынан, education technology-дің негізін қалаған. Одан кейін Ақнұр бар, Ақнұр ол тоже AI, machine learning бойынша исследование жасайды. Одан кейін бізде Алия бар, Алия тоже machine learning бойынша КТЖ-да жұмыс істейді. И Айман ол өмір бойы инженер болып неге жұмыс істеген. Айтса болады, мұнай сферасында жұмыс істеген. И қазіргі фокусы ода renewables. То есть екеуміз всегда renewables'та жүрдік, қалған қыздардың барлығы технология жағында жүрді. И олар сілерінде, мысалы, қайта өздерін презентовать еткенін білмеймін, бірақ олар өздеріне сенімді болды, не істей алатындарын технология арқылы. Көп рахмет, Әсел. Айта кету керек, Әсел табиғатты өте жақсы көреді. Табиғатты қалай қорғау керек, қоқыстарды қалай сұрыптау керек, сол туралы көп жазады. Яғни осы өзінің тақырыбына келіп тұрған сияқты, renewable таңдап жатқанына қарағанда. Жауабыңызға көп рахмет. Енді келесі сұрақ, бағдарламаның критерийі бойынша сіздер таңдалдыңыздар, өттіңіздер, Америкаға барасыздар. Енді ертең Қазақстанға келген кезде сіздерге бір нәрсе істеу қажет пе? Мысалы, оны және не істеу қажет екенін сіз өзіңіз ойлап қойдыңыз ба? Бағдарлама критерийі бойынша. Так, окей, рахмет. Сұрақ үшін. Так, бізде, опять же таки, қандай міндетті нәрселер болды? Біз, қайтып вот бағдарламада сіз не істейсіз, соны айтпастан, иә? Бірінші бағдарламаға келген кезде ол личностный рост. То есть сіз өз-өзіңізді танымайынша, сіз қандай да бір импакт жасауға жарайсыз ба, жарамайсыз ба, өзіңіздің преимущества, недостатки дейді, сондай нәрсені білу керексіз. Бізде воркшоптардың барлығы содан басталды. Бірінші сіздер Gallup тест тапсырды, ол жерде 100% ондай дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Опять же таки, бір коуч болды, где-то бір 20 жыл бойы сол Gallup бойынша жұмыс істеп жатқанына, и сондықтан 100 адам болды ма, 100 адамның әрқайсысына бір консультация беріп үлгерді да. Сондай бірінші өз-өзімізді байқадық, одан кейін cultural exchange деген бар, то есть получается Сан-Франциско бойынша Bay Area'да әр жерлерді көрсетіп, мысалы, мына жерде мынандай бар, мынандай жоқ деген сияқты нәрселерді көрсетеді. Мен шыны керек, басында барған кезде ойладым, осы Кремниевая долина, ол Сан-Францисконың өзінде орналасқан шығар деп. Ал негізінде ол Mountain View-да орналасқан. Mountain View бір кішкентай ауыл сияқты шыны керек. Ол жерде ойбай, мына жерде бір бум болып жатыр деп вообще байқамайсың. Өйткені барлығы офистарда, болмаса үйлерінде жұмыс істеп жатыр. И ол Сан-Францискодан пойызбен где-то бір сағат уақыт алатын жерде орналасқан.
Cultural choice болды, одан кейін барып уже group actionстар. То есть біз Қазақстан командасы болып не істей аламыз, біз қалай өзіміздің комьюнитимізға қандай мүмкіндіктер бере аламыз деген сияқты сұраққа жауап беруіміз керек болды. Сондықтан қызық нәрсе тағы да біз алтауымызда 6 түрлі сферадан келгенбіз, біз бір-бірімізді мүлде білмейміз. Программаның алдында бірақ рет бір кофе ішуге ғана жиналған шығармыз, это бір жарты сағат, 1 сағатқа шығар. И одан кейін барып біз целый проектті бірге жасауымыз керек болды. Оған да уақыт керек мысалыша. И солардың барлығы ойластырылған impact коуч болды бізде. Сол кезде импактқа не істей аламыз деген сұраққа өте қызық болғаны. Бізде Средняя Азия, Орта Азия бойынша көп бағдарламалардың барлығы, жасап жатқан ойлардың барлығы бір ой жерге тиісті. Ол әйелдер бойынша социумдағы әйелдерге біз қалай көмектесе аламыз деген сұраққа жауап беруге тырысты. Біріншісі, біздің бағдарлама бойынша біз application жасауымыз керек болды. И егер мысалы менде достаточно знаний, профессионализм жететін болса, мен мысалы өзімнің профилімді сол жерде толтырамын да, мен типа осындаймын, мен не бере аламын, мен менторство бере аламын. И бірақ маған не керек? Мен мысалы, не знаю, типа үйде ештеңе жинап үлгермеймін, мысалы, маған үйді жинайтын адам керек мысалы. И басқа адам тұрысындағы өзінің профилін толтырады, мысалы, мен осындаймын, мен студентпін, мен бос уақытым бар, сізге осындайда, там, не знаю, үй жинау бойынша или тамақ пісіру бойынша көмектесе аламын, бірақ маған менторство керек деген сияқты, да. То есть получается vice versa, и адамдар бір-бірін матч жасайды да. Егер менде мысалы ресурс жететін болса, мен бірнеше қызды солай алу мүмкін, олар маған көмектеседі, мен оларға көмектесемін деген сияқты. Бізде бағдарлама болды. Қырғызстанда мысалы олардың бағдарламасы бойынша қыздар әйелдерге, декреттегі әйелдерге курстар беру. То есть тоже опять же таки онлайн, декретте отырасыз, оқып аласыз и параллельно жұмысыңызды істей бересіз деген сияқты. Өйткені уязвимая часть населения. Өзбекстанда тура осындай, бірақ ол жақта біздегі не бар ғой? Против насилия страничка. Айтып жіберіңіздерші. Немолчи.kz? Я. Немолчи.kz-тің уже электронный версиясы, ну, имеется в виду application версиясы. То есть бүкіл Өзбекстан бойынша қандай құқықтары бар әйелдердің, солардың барлығын көрсету. Және оларда 1000-нан аса, оказывается, бізде дама мамы ма, аналар үйі ма, сондай нәрсе бар ғой, көмек беретін. Сол сияқты где-то бір 1000-нан аса шелтер бар екен, бірақ оны көбісі білмейді екен. Сондай нәрселердің бәрі, то есть информационный қалай көмектесе аламыз әйелдерге деген нәрсе пайда болды. То есть әртүрлі болуы мүмкін. Басқа бір Африкан елдерінде, мысалы, оказывается, бір 14 жастан бастап проституцияға не қылады екен, итереткен өздерінің ата-аналары. Өйткені жейтін тамақ жоқ, мысалы. Сол сияқты ол өзіңіздің мемлекетіңізде, өзіңіздің комьюнитиіңізде қандай проблема бар, және сіз оны қалай шеше аласыз. Біздегі сол жаңағы идея сол күйі қалды. Біз Құдай қаласа келгеннен кейін министерствоға барамыз, жол-жөнекей посольстволарға кіріп шықтық. Бізге қай жерден біз грант ала аламыз деген сияқты. Сондай нәрсе ойда бар. Көп рахмет, мақсаттарыңызға жетесіз деп үміттенемін. Енді ақыры осы туралы айтып жатсыз, әр елден адамдар келіп жатыр, жиналып, түрлі өздерінің идеяларын ұсынып жатыр. Осы көптеген адамдардың идеяларының қосылған кезде бір ерекше көрген, білген ақпаратыңыз бар ма? Мысалы, мынау болады екен, біздің елге мүмкін болашақта дегендей түртіп қойған ойларыңыз, немесе біліп көрген лайфхактарыңыз дейміз бе? Бағдарлама бойынша болған кезде, негізі дұрыс айтасыз, ол жерде мысалы 21 мемлекеттен біз келдік. И қайтып айтса болады, awareness-тің левелі ұлғайды. То есть уровень знания мира ма, қайтып айтса болады, сондай көбейді да. Кейбір проблемалар негізінен бізге вообще не applicable. Кейбір біздің проблемалар оларға не applicable. Өйткені бізде мысалы, дағы шүкір, білмеймін, подростық кезден бастап жұмысқа салу деген нәрсе бізде ондай көбінесе жоқ деп айтайық, мүлде жоқ емес, көбінесе жоқ деп айтайық. Ал кейбір мемлекеттерде бар. Бірақ өте қызық болғаны, ол level of awareness ұлғайды. Мысалы, көбінесе мұсылман мемлекеттері қандай
қайтып айтсақ болады, әйелдерге өте қатты рамки дейді ғой, опять же таки рамкаға салып тастаған. Мен өзім Ливиядан келген бір қызбен күшті араласып кеттім, кейін өзі ООН-да жұмыс істейді екен Ливияда. Сол кезде айтады да, менде екі ағам және мен бармын дейді. Мен осында программаға түскен кезде менің ата-анам, менің семьям маған бармайсың деп айтты дейді. И маған ол, қайтып айтсақ болады, дикость та, мысалы ше. Бірақ ол cultural часть, тоже ол культурная часть, ол сен толерантты болу керексің оған ше. Сонда кісі айтады, бір кезде былай жүріп, мамам папамды уговаривать етті дейді. Ну, біздегідей сияқты ше. Одан кейін барып, үлкен ағам вообще не бермей қойды дейді, разрешение бермей қойды дейді. Сол кезде барып, my little brother stands for me дейді да. Менің інім ағама барып айтты дейді. Сен білесің ғой, сондастың осындай кішкентай кезінен бастап ғылымда жүрген, всегда осындай жаңа бір нәрсе білуге құмар болып жүрген білесің ғой. Сен қалай оны типа байлап бармай деп айтасың деп ше. Одан кейін барып оның уже көзқарасы өзгерді дейді да. Сондағысы мысалы өз-өзіне деген еркіндік жоқ болғандығы маған өте біртүрлі болды, негізі шыны керек. Оны да біле жүрген дұрыс. Бірақ мысалы басқа мемлекеттерге қарайтын болсақ, басқа да мұсылман мемлекеттеріне қарайтын болсақ, мысалы Иорданиядан келген Абир деген қыз болды, өте мықты қыз. Бізде мысалы біз өзімізді, ну, в основном бізде население все-таки исламда жүр ғой. Исламда жүрген кездегі біздің ислам бір, білмеймін, қазан ошақтың басына алып кеткен ислам сияқты. Өйткені біз в основном әйел мен баланы қалай тәрбиелеу керек, олар қандай күшті болу керек, дұрыс болу керек деген сұрақтарға жауап береді да. Ал біз онымен Стэнфордқа не жасау керек болды, тур жасауымыз керек болды, екеуміз подписались, в общем. Сол кезде жүрген кезде араласып кеттік та. И ғылымды өзі зерттеп жүр, өзі электрикал инжинирингті бітірген, және Құранды қалай күшті біледі. Мысалы, әр нәрсені айтып отырған кезде ол Құранды цитировать етеді да, мысалы, мынандай жерде мынандай аят бар, осындайға ол ғылымда да бар деген нәрсе сияқты ше. То есть получается мынандай өте разный уровень. Сосын мысалы бізде мен өмірімде ешқашан емес, енді католиктерді кездестірмегенмін. Бірақ прям жақсы араласатындай ше. Менің айтпақшы румейткалармен тұрасыздар сіздер ол кезде түсіп кеткеннен кейін Құдай қаласа. Румейткаларыңыз міндетті түрде басқа мемлекеттен болады и, скорее всего, бір компанияға түсетін шығарсыздар. Менің румейткам таза католик. Өте, қайтып айтсақ болады, өте берілген католик та. То есть, мысалы, біз кейін сөйлесіп қалдық, оказывается, исламмен өте мынандай қарым-қатынас өте жақсы да. И оказывается, біз бір нәрсені айтып жүрміз барлығына. И өте бірдей екенбіз. Қайтып айтсақ, ұқсастықтарымыз өте көп екен. В общем, не айтайын дегенім, соның барлығын көрген кезде мидағы көп нәрселердің барлығы өзінен өзі ысырыла береді, және сіздің қайтып айтсақ болады, көзқарасыңыз әр нәрсеге өзгере бастайды, және көргенді боласыз. И сол кезде уже Қазақстанға келген кезде, болмаса басқа нәрселерге сіз басқаша көзқараспен қарайсыз. Керемет, қызықты оқиғалар болғанына қуаныштымын. Әйтеуір, әрине адамдардың бір-бірімен араласып, әртүрлі дін өкілдерімен және өздерінің білімдерін мысалы көрсете білу, салыстыра білу, көп адамдардың ашық болуына, оның үстіне бір-бірін тануына өте көп көмегін тигізетіні анық. Көп осындай оқиғаларды бөліскеніңізге рахмет. Ендігі сұрағым, жалпы еліміздегі немесе қазіргі, мысалы, айтады ғой, бір стереотиптер қалыптасып қалды деп айттыңыз, қыздарға. Енді бұл бағдарламаның да мақсаты сол қыздарға мүмкіншілік беру және сол елге қайтып келген кезде өздерін дамытуына, сол қоғамды дамытуына көмектесу. Енді сіздің ойыңызша осы бағдарлама өз мақсатын ақтай алады ма? Мысалы, сіздер әртүрлі елден бардыңыздар ақш-қа. Енді ақш әрине андай қайтсақ болады, сондай либералды қоғам ғой, ол жақ біздікіне қараған кезде сәл басқаша. Және сол біздің елдің, ол жаңағы мемлекеттермен салыстырғанда біздің ел қалай келе жатыр сол жолмен? Өзіңіздің ойыңызды айтып өтсеңіз осы. Окей. Бұл сұраққа жауап беру үшін мен қайттан өзімнің стажировканы өткен
компания туралы айтуым керек та бірінші очередь. PG&E деген ол Pacific Gas and Electric, қайталайын. Ол жерде 25 мың адам жұмыс істейді. Олар бүкіл Калифорнияны газбен және светпен қамтамасыз етеді. И 25 мың адам деген ол кішкентай ауылдан да үлкен жер шығар. Сол кезде мысалы олардың компанияның ішінде қандай қарым-қатынас бар. Мысалы бізде бірінші очередь Қазақстанда сен жұмыскерсің, содан кейін может быть адам шығарсың деген нәрсе бар да. Ал бұл жақта ондай емес. Бұл жақта вот именно вот культурная часть вообще разнится. Бізге келгеннен кейін жұмысқа келгеннен кейін олар бірінші очередь адам, тұлға, содан кейін ғана жұмысшы. И то есть получается олар ол қалай көмектеседі? Сен өзіңнің религияң ұстануың мүмкінсің, тілін ұстануың мүмкінсің, бірақ сен жұмысқа келген кезде соның барлығын сақтай аласың да. И солай саған поддержка беріледі. Поддержка берілген кезде бір экзамплды көрсетейін. Осы недавно Пакистанда наводнение болды. И сол бойынша, мысалы, Пакистаннан келген, мысалы, біраз жұмыскер бар. Олар өте көп, мұнда енді все-таки Америка melting pot қой. Melting pot болғаннан кейін оларға рұқсат беру керек та, имеется в виду өздерін таныта білу үшін. Және ақш-тың неге қатты осылай дамып жатқаны, өйткені осының толеранттылық бар. Сен басқа елден келгеннен кейін, басқа елде не болып жатқан сен көргеннен кейін, сенде уже осы проблемді solve ету үшін, сенде уже басқаша көзқараспен көбірек пайда болады да. И в общем, сол кезде олар пакистандықтарға арналған, оказывается, бір сессия жариялаған екен, буквально ол, не знаю, 1 сағатқа деген сияқты, и ол жерде бүкіл пакистандықтар жиналып, фонд жасаған екен, қалай көмектесуге болатын, и бір-бірлерімен соны обсуждать еткен да, то есть поддержка. И бізге ол қалай көмектесе алады Қазақстанға. Біз осында келген кезде, точнее, Америкада жүрген кезде, осы госслужбада жүрген бір адамдармен кездестік. Сол кезде мынандай бір обесценивание болды да, бізде 4 апта бойы біз Кремниевая долинада өте керемет компанияларда, өте керемет адамдармен біз таныстық, көрдік, энергия прет, бәрін жасап тастауға, бәрін істеуге деген сияқты. Сонда бір обесцениваниемен кездестік та, қазақстандық бюрократтармен кездескен кезде. Сіздер алтауақсыздар ғой, қандай импакт жасай аласыздар деп сұрағаны маған розовый очкиңді шешіп қоясың да жерге. Қазақстанға келгенде наверняка сондай нәрсе болады деп ше. Сол кезде импакт өте үлкен. То же самое, мысалы, сіз басында Айна Досқызы туралы айттыңыз ғой, ол бір адам болып, ол қандай импакт жасап жатыр, қаншама адам біліп жатыр. Мысалы, мына жерде қайтадан опять же 35 адам бар ма, 35 адамның бір 3 организатор болып дейікші. Ну, ладно, 5, 30 адам уже более-менее уже программа туралы біледі. И өз-өздеріне сенімді бола бастайды. Сосын тағы да бір өзгешелік, тағы да қоса кетейін. Сол PG&E-да ол әйелдердің арасында бір-бірін қолдау өте үлкен деңгейде. То есть бізде егер, білмей, опять же таки, cultural часть, мен өзімнің көрген экспириенсім бар, ол сіздермен өте бөлек болуы мүмкін, бірақ в основном бізде әйелдердің арасында поддержка жоқ. Қайтып айтса болады, бір-бірлеріне бана шалып қалу деген сияқты нәрсеші. Сондай болдырмау үшін бұл тоже үлкен импакт деп ойлаймын. Біз дұрыс жолда келе жатырмыз, әркімнің өзінің даму деңгейі бөлек просто. И біз все-таки біз оған келеміз. Өйткені даже сол импакт, бір ойлардың өзгерісі, сіз қалай көмектесе аласыз дегеннің өзі, сіз программаға қатыспай қалсаңыз да сіз бәрібір оны істейсіз. Өйткені жайдан жай ол ойыңызға келген жоқ, басыңызға келген жоқ. Түсіндім. Сәл менің сұрақтарым қоя тұрып аудиторияға көрсек, мына жақта аудиториядан сұрақтар түсіп жатыр. Онысын егер сұрақтарыңыз болатын болса, дауыстарыңызды шығарып сұрай берулеріңізге болады. Сонымен еңлік сұраты, осы жақтағы IT көзқарас пен Қазақстандағы IT көзқарас арасында айырмашылық бар ма? IT көзқарас? IT дегеннен көрі мүмкін әрине сіздің таза сфераңыз IT емес қой, бірақ енді жалпы STEM мамандығы десек. STEM мамандық бойынша?
Негізі айтпақшы осындай бір ой бар, бұл жақта барлығы басқаша ойлайтын шығар деген. Негізі жоқ, бәріміз біз адамбыз. Мұнда да адамдар, Қазақстанда да адамдар. Разница тек қана сол толеранттылықта. То есть, например, опять же таки, егер Америкада сіздің праваңызды дейді ғой, сіздің құқықтарыңызды жойып жатса или посягать етіп жатса, ол жақта айта алады. Ал бізде ондай нәрсені айтылмайды. Сонда культурная часть қана, менде кажется, разница. Сосын STEM-да адамдар жетіспейді, әйел адамдар көбінесе жетіспейді, ол барлық жерде. Ол барлық жерде бір. Америкада да осындай, басқа мемлекеттерде де тұр сондай. Сондықтан өздеріңізде ондай рамка жасамаңыздар. Түсіндім. Одан кейінгі сұрақ, стажировкада сіз немен айналыстыңыз, немесе ознакомительный сессия болды ма әртүрлі департаменттерінде? Және визаны соңында программаға өткеннен кейін алдыңыз ба? Бізге визаны... Так, стоп. Қайталап жібересіз бе кейін, сұрақтарды кейбіреуін өзгермей жатыр. Так, бірінші виза бойынша визаны біз где-то бір августтың 17-сі күні алдық. Августтың 17-сіне дейін біз шынымен бара жатырмыз ба деген сенімдік болған шын керек виза алмайынша. Вот, виза сол программаның соңына дейін беріледі, және бір ай дополнительно, то есть мемлекетте қала аласыз. Сіздің екінші сұрақ қандай болды? Яғни визаны бағдарламаға өткеннен кейін, уже результат шыққаннан кейін ғана берілді. Стажировкада сіз немен айналыстыңыз, немесе ознакомительный сессия болды ма әртүрлі департаменттерде? Мен стажировка бойынша Renewable Energy бойынша менде өттім, және Education Technology бойынша мен алдым. Айтып өткендей, бұл PG&E-да 25 мың адам жұмыс істейді, және 25 мың адамды оларды өздері оқытады. То есть, например, сен электричествоны оқығаннан кейін сен міндет қайттан барып, любой бір жерге барып жұмысқа тұра саласың, мысалы, проводтар жөндеу үшін, ал мұнда, мысалы, осы PG&E-ға келесің, мектепті бітіргеннен кейін де келуіңе болады, мен жұмысқа тұрғым келеді, мен электрик болғым келеді деп келесің, и одан кейін ол 4 жыл бойы ма, или 3 жыл бойы ма сені оқытады, саған зарплата жүреді. И олар мынандай емес, мысалы 4 жыл оқыдың, болды, все, дальше жұмысқа кетесің, и все деген сияқты, жоқ, ондай емес. Олар максимально дамып жатыр, сол PG&E-дің өзі, өйткені, как-никак Кремниевая долинада орналасып жатыр ғой. И каждый раз, мысалы, бір өзгерістер болады ма, мысалы, бір ай оқыды, бір ай жұмыс істеді, обратно келеді, и, мысалы, опытный адам болатын болса, уже 10 жыл жұмыс істеген, мысалы, деген сияқты, ол по-любому бір жылдың ішінде обратно келіп, қайттан оқиды, мысалы. Про Education Technology. До этого мен сабақтарымда оқушыларға айтатын, типа AR, VR депші, Virtual Reality, Augmented Reality депші, осындай жұмыста әртүрлі салаларда қолданылады деп, бірақ өзім, мысалы, тек қана YouTube-тағы нәрселерді ғана көрген едім. Олар мынандай жасайды, бірінші симуляторлар өте көп. Мысалы, олар сразу мынандай, бізде вышкалар бар ғой, вышкаларға сразу адамды жібере салмайды. Бірінші олар симуляцияға отырады, солардың барлығын қолдарымен істеп, определенные часы дейді, наработают, потом только оларды филдқа жібереді. Мысалы, Education Technology бойынша мен білгенім сол нәрсе болды. Және Renewable Energy бойынша олар не істеп жатыр. Калифорния 2030 жылға дейін полностью электрикарға көшу керек. Олар өздерінің штаттарының сонда заңы пайда болды, бұрыннан бар. И олар, бірақ олар тағы да нефтті қолданылады ғой, все-таки газды, мысалы, олар өздерінен өндірмейді. Олар Канада мен Мексикадан, кажется, қателеспесем алып келеді. И то есть, получается, бұл программа солардың барлығын, бүкіл Калифорнияға соның барлығын таратады. Кстати, оларда мынандай заң бар екен, Federal Law, то есть федеральный закон, ақш-тағы мұнайды ештеңкені, в общем, шығармауға тырысу керек. И Калифорния оған өте стрикт. То есть, получается, олар өздерінің табиғатына кесірін тигізбес үшін, они отказались от всех месторождений и просто выкупают Канада мен басқа Латинская Американы просто выкупают. Вот, сондай нәрселерге көп нәрсені үйрендім мен өз басыма. Соңғы 2 жылдықта Калифорнияда көптеген өрт болды. Оның барлығы осындай заңдарын шығаруына әсер еткен болуы мүмкін, әрине, сондықтан түсінуге болады. Енді тағы бір сұрақ менен, Tech Women 2022, яғни сіздің тапсырған бағдарламаңыз, бұл жалғыз бағдарлама емес, осы сияқты көптеген бағдарламалар бар.
және әр елде болуы мүмкін, тек қана Америка емес, Европа болсын, мысалы Азияда болсын. Сіз қандай бағдарлама түрлерін білесіз? Дәл осы қазір отырған адамдарға мүмкін болашақта тапсырғанға сіз ғана білетін өзіңіздің мүмкін сіз басқа бағдарламаларға да тапсырып көрген шығарсыз. Сол жайында айтып өтсеңіз пайдалы болатын еді. Окей. Менің exchange journey'ім бакалавр кезінде басталды. Таразда жүрген кезде ол жерде мен Польшада бір семестр оқып келген болатынмын. Ол кезде опять же таки өздеріңіздің бір жақсы скилл ол іздене білу. Және өздеріңізді біле тұрсаңыз, біле бастасаңыз, көп нәрселерге жауап таба бастайсыз. Мысалы өмірі шетелде оқып көрген қандай болады екен деген сонда қызық болды да. И сондай қызық болған сайын сіз уже іздей бастайсыз қандай мүмкіндіктер бар екен. Қазір мектеп оқушыларына 14 жасқа дейін ғой, мне кажется, 15 жасқа дейін ба, Tech Girls деген бар, тоже посольство Америки жасап жатқан. Сосын Сьюзи деген программа бар, ол бакалаврларға, магистратурада оқып жатқан адамдарға, қателеспесем, и PhD, кажется, тоже бар. Ол тоже осындай 5 апталық или 2 апталық. Одан кейін, опять же таки, US посольство, мен скриншер жасай аламын ба? Жасап көріңіз. Так, сізде өшіп тұр екен. Практика жүзінде көрсетейін деген ғой, қай жерден іздеу керек деп ше? Менде қазір өшіп тұр. Алина, сіз жақтан көмек болса. Енді жасап. Так, все хорошо. Так, өте оңай. Посольство Америки в Казахстане деп тересіздер. Так, и осы жерде, так, мынандай бір вкладка бар. Возьмите интернет, сәл баяу болып тұр ғой деймін. И не обязательно, опять же таки, США, я. То есть Европада да өте көп exchange программалар бар, оның ішінде Erasmus Mundus деген бар. Оның ішінде өздеріңіз бір қарап шықсаңыздар да болады. То есть получается, обязательно өздеріңіз іздену керексіздер. Тағы да бір бағдарлама, ол мұғалімдерге, білмеймін, мұғалімдер бар ма жоқ па, ол Японияға берілетін бір, так, стоп, 2 жылдық оқу. То есть, получается, полностью сіздерге стипендия беріледі, тұратын жер беріледі деген сияқты, ол тоже. Бірақ сіздер міндетті түрде Қазақстанға келгеннен кейін сол мектептеріңізде, оқу орындарыңызда қайтадан жұмыс істеу керексіздер. То есть, мына жерде образование деген бар, мысалы. И мына жерде вкладканы көрсеңіздер болады. Учеба в США, стипендия обменов, изучение английского языка деген сияқты өте көп бағдарламалар бар. Егер сіз мысалы ағылшын тілін беретін мұғалім болсаңыз, сіз айтып айтса болады, осындағы университеттерге келіп, сіз қазақ тілін бере аласыз. То есть, получается, опять же, таки программа обмена, да, то есть, мындай бағдарламалар мында өте көп. Мысалы, культурные другие обмены, дейді, мен стипендия обменов, учеба в США, там, выпускники, мынаны ала салайық. И сізді басқа страничкаға жібереді. То есть, programs and initiatives. Кстати, біреудің сұрағы болды, мына жерде IT-ға байланысты бір біліміңіз болу керек па деп. Негізі in general болу керек, in general. То есть, получается, кімнің кім екенін білу керексіз, қандай бағдарламалар болып жатыр деген сияқты білу керексіз. Мысалы, Қырғызстаннан келген бір апай болды, ол кісі программист емес, мысалы, вообще программист емес, бірақ ол, оказывается, осындай инициатив жасап жатыр екен. Қырғызстандағы қыздардың арасында осы STEM-ді қалай популяризировать ете аламын деген сұраққа жауап іздеп жүр екен. Сол үшін, мысалы, келіп мұнда өте көп нәрсені үйреніп кетті. Так, и мысалы мұнда, опять же таки, our exchange programs, initiatives, US citizen programs, non-citizens. Мысалы, бәріміз біз Қазақстанда тұрамыз ғой, возможно, не все. И осы жерде сіз өзіңізге уже таңдай бересіз. Мысалы, programs for кімге байланысты. Ағылшын мұғалімдеріне ма, мысалы, или сіз артист шығарсыз деген сияқты. Или сіз, мысалы, government-қа жұмыс істейтін сияқтысыз мүмкін. То есть, получается, өзіңізге байланысты профессияны таңдайсыз да, и
мемлекетіңізді таңдап, Қазақстан. Өте оңай. Негізі бастау ғана қиын бұл journeyда. И бұл, оказывается, мынандай программа бар екен, Explore Opportunities for College and University Students. То есть, получается, бұның ішіне кіріп қарайсыз. Егер сіз студент болатын болсаңыз, undergraduatесіз ба, либо бойынша graduate'да оқып жатсыз ба деген сияқты өз-өзіңізді мына жерден таңдап, көп бағдарламалардың барлығын осы жерден қарай аласыз. Қателеспесем, Қазақстан бойынша где-то 15 бағдарлама бар ғой деймін. Олардың барлығы different spheres. И в основном сондай. И тағы да любой посольствода, в основном любой посольствода, осындай Қазақстандағы посольстволарды бір қарап шығыңыздар. Өйткені олар тоже, оларға мынандай үлкен плюс та. Типа, вот, біз Қазақстанмен осындай relationship жасап жатырмыз деген сияқты, культурный relationship жасап жатырмыз деген сияқты, оларға айту плюс. Өйткені олар бюрократтар, олар отчет жасау керек. Ал сіздер оның бәрін қолдана аласыздар, өйткені сол олар предоставлять етіп жатқан бағдарламаларға қол жетімді болады сіздерге. Вот, сол үшін өзіңізді қызықтырған мемлекеттің посольствосынан бастаңыз. Барлық ақпарат интернетте дайын тұр дейсіз ғой. Көп рахмет. Алина, сізде сұрақтар болса, одан кейін бізде мына жерде 1-2 сұрақ бар екен. Әрине. Әсел, рахмет көп. Біз қазір уже 10-15 минутта бітіреміз деп ойлаймын. Соған байланысты сұрақ қойғым деп тұр. Осы сіздің анкетаңыздағы юник, либо сізді ерекше қылған зат, мысалы, қаншама адам тапсырып жатыр да, қаншама адам эссе жазып жатыр. Именно сіз немен алдыңыз деп ойлайсыз? Даже бірінші этаптан өту сізге қандай анкетаңыздағы зат көмектесті деп өзіңіз санайсыз? Қиын сұрақ. Мені не юник қылады? Мен айтып өткенде, мен 8 эссе жаздым. 8 эссе жазған Кажется, кезде... бір эссе как раз сол туралы, да? Сені юник қылатын нәрсе. Юник қылатын не нәрсе болған кезде, өзіме жауап беруге онда тырысқан өте үлкен уақыт кетті деп айта алмаймын. Мен өзімді просто сырттан қарауға тырыстым. Мен біріншіден Қазақстандағы, қайта айтсам болады, шығыстың ғана көрген жоқпын. Қалған бүкіл, почти что бүкіл 4-3 жағын барлығын бір қарап шықтым. Батысты қарап шықтым, оңтүстікте өзім тудым, ол жақтағы қалаларды көріп шықтым, солтүстікте қазір мысалы ата-анам тұрып жатыр, ол жақты бір қарап шықтым деген сияқты. Ол любознательность, мне кажется, сол мені юник қылған шығар. Менің де мысалы хоббиларым алуан түрлі. Өзіме былтыр мысалы үлкен челлендж жасаған едім, мен өмірімде істеп көрмеген нәрселерді бәрін істеп көру керек дегенде. Менде, оказывается, мен ешқашан отырып тігін сабағында ғана тігетін, мысалы еңбекке баулу деген болды, сол кезде ғана тіккен екенімді, бірақ өз-өзіме кейін не умею, оказывается. Сөйтіп, ондай курсқа бардым, сноубордқа тұрып көрмеген екен, оны барып істеп көрдім. Шаңғы теуіп көрмеппін, шаңғы барып теуіп қайттым. Коньки теуіп көрмеппін, оны істеп көрдім. Жылқыға отырып жылқының үстінде шалып көрмеппін, өзім қазақ болып үшін, мысалы, сондай нәрселер. И өзімнің сол 8-ші эсседе мен сол туралы жаздым. Көбінесе мені юник қылатын не деп. Өйткені, мысалы, опять же, путешествие деген кезде ол міндетті түрде басқа мемлекетке барып келу сияқты болатын болса, кейбір адамдарға, маған ол жанымде не болып жатыр, соны эксплор жасау. Мысалы, Астананың жанында де біраз нәрселер, қызық жерлер бар, мысалы, солардың барлығын көруге тырысамын. Өйткені саяхаттаған сайын уже обратно бұрынғы адам сияқты сіз қайтпайсыз ғой. Меніңше, мені юник қылған сол нәрсе, және ол менің импактым все-таки үлкенірек деп ойлаймын, өйткені мұғалім ретінде. Мен былтыр мысалы, менің алдымнан 900 оқушы өтті. Ол 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін. Ол кезде мысалы, опять же, 900 оқушыға сіз тек қана білім бермейсіз ғой, тек қана кітаптағы нәрсені білмейсіз ғой, сіз өзіңіздің опытыңызды тоже бересіз. И то есть, получается, обратно келгенде сен мектепте жұмыс істейтін болатын болсаң, сен опять же таки сол сен импактың көбірек болатын сияқты. Мен юник қылған сол деп ойлаймын. Рахмет көп, күшті жауап.
Тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, бұл программада менің білуімше отработка жоқ, бірақ өзіңізде осы қазір Америкада болып тұрып, бір ай стажировка өтіп, әртүрлі адамды кездестірдіңіз. Осындай опыттан кейін Қазақстанға келіп, бірдеңке жасаймын деген өзіңіздің ойларыңыз бар ма, сонымен бөліссеңіз? иә, міндетті түрде. Осындай недавно қызық болған нәрсе. Кеше тоже бір күшті блогер қыз, Қайрат қызы, блин, атын ұмытып памятім өте жаман аттарға, сорри. И, в общем, сол қыз айтып жатыр да, қазақ тілі бойынша қазір көп орыс тілді қазақтардың ішінде де бізге, ну, блин, өмір сүріп жатырмыз ғой, это что за жертвенность деген сияқты. Бізде недавно осы ду болды ғой, мысалы, Чоко фамилимен. И сондай нәрседе мен өзім тілдің жанашырымын, опять же таки өзім банағы нудада оқу жатқан кезде мен ол жерде multilingual education жасадым. Мен, кстати, қазақ тілі әдебиеті сабағынан углубленный класста оқыған едім. Сондықтан кішкентай кезімнен бастап ол тіл менде всегда тілдің жанашырымын да. Ол біріншіден, екіншіден ол әйелдер құқықтары бойынша. То есть әйелдер құқықтары бойынша, опять же таки, менің бэкграундымда, менің ағам өте религиозный адам, сондықтан ол религияға енді бастап кіріп жатқан кезде бүкіл, қайта айтсам болады, историялардың барлығын бірге оқығаннан кейін, бәрін изучать еткеннен кейін, маған ол өте үлкен әсер етті да. Сондықтан и сосын любознательность. Мен бір нәрсені ақ екен ғой деп қоя салғым келмейді. Өйткені мысалы, то же самое, яғни кружканы қарайтын болсаңыздар, вроде төрт бұрышты сияқты да, бірақ жан-жағынан қарасаңыздар, ол типа цилиндр да. Сондықтан менің не жасағым келеді, ол Қазақстанға келгеннен кейін қыздар өздерінің, әйел азаматтары өздерінің құқықтары туралы көбірек білсе екен деген ойдамын. Сосын ол құқықтар болған кезде ол базовый негізгі нәрселер. Ол білім алу, ол кез келген жерде жұмыс істей алу, егер өзінің сондай қызығушылығы бар болатын болса. Сондықтан мен қазір Қазақстанға келгеннен кейін өзімнің тағы да бір подругам бар, ол өте тоже әйел азаматтарына қалай көмектессем деп всегда ойлап жүреді. Ол осындай, екеуміз қазір коллаборация туралы ойлап жатырмыз. Құдай қаласа Алматыға көшіп жатсам. Әйелдер құқықтары бойынша осындай танымдық нәрсе болады. Пока что нәрсе. Конкретно әлі концепциясын бәрін ойластырып көрген жоқпын. Бірақ негізі сондай, иә. И сосын қыздарға арналған клубтар. Рахмет, көп күшті идея. Если коллаборейшн жасағыңыз келсе, біз ашықпыз. Енді мен мынақта бір-екі сұрақтар бар екен, чатта соны қойып жіберсем. Әрине. 6 апта болғаны аз емес па дейді Техвуменнан? Жоқ, мүлде аз емес. Бізде 4 апта болды. Неде Сан-Францискода и 2 апта, өтірік айтайын. 1 аптада емес, даже біз воскресенье күні келдік, четверг күні программа бітті. Вашингтонда болды. Не үшін мүлде аз емес, екен біздің программаның барлығы до того они додуманы, до того они дотошно все это подготовили. Бірінші күні бізге келген күні ешқайсымызға тиіскен жоқ, өйткені бізде джетлаг болды, өте үлкен джетлаг болды. Біз где-то бір 13 сағаттай разница болды Сан-Франциско мен Астананың арасында. И содан нормально өту үшін біз пока ары-бері жүріп, ұйықтап, бітеміз дегенше где-то бір күн кетті. И сосын келесі күні кешкісін ғана қойды бізге встреча. Сол кездегі біздің шедлымды айтатын болсақ, кейбір күндері біз таңертеңгі сағат 7-тен бастап өзімнің менторымнан хаттар ала бастадым. И кешкі сағат 9-да бізде официальный встречалар бітіп жатқан кездер болды. Ол кезге дейін мен Instagram страничкамда да көрген шығарсыздар, наверное, ең соңғы 2-ақ пост жазған шығармын. Мен негізі Инстаграмда көбінесе не болып жатқан стористерді айтуға тырысамын, бірақ постта тұрса, ол уже анықта, мысалы, көресің, не болып жатқан оқисың. Ондайға даже шамамыз келген жоқ. До того бізде schedule прям packed болды да. Аз емес, өйткені олар опять же таки сен қандай стадияда келе жатқаныңды, прогрессті біліп отырады.
Сол үшін ол сосын тағы да 4 аптаның ішінде ол сіздерге барлығын көрсетіп үлгеру керек болғаннан кейін, сосын 10 жылдық экспириенсі болғаннан кейін 100 елден келген әйел азаматтардың бәрін басын бір жерге қосу үшін. Так что аз емес. Келесі сұрақ. Организаторлар қандай заттарды ақшалай қамтыды және өзіңізге қандай затқа көбінесе қаражат кетті? Бізге маған бізде бір $1600 берді. $1600 олар бізге картада берді. То есть получается ол күніге бір $50 тамаққа жаратасың деген расчетпен берілді. Оның ішінде тағы да біз Вашингтонға ұшатын флайтты біз, точнее, ручной флайт, багаж дейміз ғой, багажға біз өзіміз төледік. Сол қосылған болды. $1600 ішінде және бізге билетті өздері алып берді. Біздің жататын жерлеріміз, кстати, кейін біліп жатырмыз, оказывается, бір айға ма, бір $8000, бір $10,000 тұратын жерде тұрған екенбіз, оказывается. Өйткені вообще бомждар болған жоқ ол жерде. Сосын кейбір жерлерде тамақты, мысалы, егер мысалы таңертеңгісін сағат 8-де басталатын встречалар болған кезде, олар тамақты өздері предоставлять етті. Кейбір компаниялар Chime, например, білетін шығарсыздар, естімеген болсаңыздар, гуглить етіңіздер. Chime деген ол финансовая организация, финтех, и олар бізге осындай благотворительность сияқты осындай көп тамақты жасап қойды, и кез келген нәрсені өзің таңдай бересің. Сол үшін бізге чуть-чуть эконом болды тамақ жағынан. Сосын трансфер, мысалы, опять же таки айтып жатқанымдай, мен Сан-Францисконың өзінде тұрдым, ал Mountain View ол 1 сағаттық жері, сондықтан олар осындай встречалар болған кезде автобуспен бізді алып кетіп отырды. И обратно алып келіп отырды. Сосын олар міндетті түрде карточка береді, передвижение, то есть транспортное передвижение. Олар автоматически қайтан рефил жасап отырды. Егер ақшаның барлығын жаратып қойсаң, мысалы, автобусты қолданасың, метроның қолданасың, ақшаң бітіп қалса, олар автоматически рефил жасап отырды до конца программы. Вроде все. Мен өзім неге жараттым? Тамаққа ғана жараттым. Ақшаның барлығы негізі в основном тамаққа ғана кетті, өйткені относительно дорого. Относительно емес, өте дорого. Бір салаттың өзі где-то бір $5 деген кезде, $5 сразу конвертация жасайсың, мысалы, теңгеге. Маған бір мұндай қымбатты, мәссаған, нанда ғана чашка салат $5 ма депші супермаркетте. Ол сосын айтпақшы көзқарасқа да тоже байланысты. Өйткені жанымдегі Айман деген қыз, жаңа айттым ғой, өзі Дубайда жұмыс істейді. И айтады, мәссаған $5 ма депші. Дубайда мысалы $20-ға елік табасың салатты. Сол сияқты көзқарасқа байланысты, в основном мен тамаққа жараттым. Сосын тағы да айтқандай, мен больше экологичностьқа қарайтын адам болғаннан кейін, киімдердің барлығын минимально расход жасауға тырысамын да, и максимально качественно алып, көбірек киюге тырысамын, сондықтан киімге ақша жаратқан жоқпын. iPhone алып жатқандар да болды, мысалы, деген сияқты. Түсінікті, көп рахмет. Алина, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Программада не болды деген сұрақ бар екен, бірақ оған біз жауап алған сияқтымыз алдында. И соңғы сұрақ ретінде, либо қорытындылау үшін, Әсел ханымнан вообще целым кеңестер сұрасақ, қалай, как типа соңғы motivation talk деген сияқты ше, қазір барып программаны ашып, қарап уже эсселер дайындап деген сияқты. Ол бірінші нәрсе, қайта айтсам, мен андай больше психология жағына кетіп қалатын сияқтымын, бірақ все равно. Сіздер не қалайсыздар деген сұраққа жауап беріп көріңіздерші. Или болмаса, тоже интернеттен бір қызық нәрсе көргенім, типа бакалаврға түскен кезде, мен өз-өзіме мынандай сұрақ қоюым керек еді да, мен осыны бітіргеннен кейін қайда жұмыс істегім келеді деген сияқты. Сосын өз-өздеріңізді таныған сайын сіздер сол сұрақтарға жауап бере бастайсыздар, и өздеріне-өздері жолдар ашыла бастайды. Ол біріншіден. Екіншіден, егер есік жабылып қалатын болса, обязательно форточка ашық болады. Не үшін? Өйткені, мысалы, сізге отказ келді ма?
бір бағдарлама бойынша отказ келді, иә, или болмаса интервью өттіңіз, интервьюден өтпей қалдыңыз, ол IT технология, ой, IT бойынша мысалы там программист болып бір жерге жұмысқа тұрып жатсыз, сіз фейл болып қалды, иә, сіз обязательно мынандай мүмкіндігіңіз бар, сол организаторларға, собеседование өткізген адамдарға сіз хат жаза аласыз, типа менің жауаптарымда не дұрыс емес болды деген сияқты. Біріншіден, скорее всего, они вам не откажут, өйткені оларда уже культурада бар да, келген хатқа міндетті түрде жауап беру деген нәрсе. Сіз білім аласыз, біріншіден, және екіншіден, возможно, олар сіздердің dedication дейді ғой, қайтып ынталарыңызды көреді да, мүмкін сіздерге басқа позиция беретін шығар. Опять же таки, менің экспириенсімдағы болған нәрсе, мысалы, дедлайн өтіп кетті, баяғыда өтіп кетті, мысалы, уже бізде интернет енді қосылды, 5-ші, не знаю, январьда ма, бірақ қосылды, мысалы, одан кейін қосылды, мысалы, деген сияқты. Сол кезде міндетті түрде хаттарды жазып үйрену керек, сондай скилл болу керек сізде. Сосын бір күшті идея тұрады, басында есіме шығып кетті. Тағы да қайталап айтатыным, ол өздеріңізді бір боксқа салмаңыздаршы. Социум айтып жатыр екен, или болмаса мен тек онға жарамайды екен, менде 2 жыл экспириенс жоқ екен, болды, значит, деп. Ондай қоймаңыздаршы өздеріңізге коробка. Міндетті түрде басқа бағдарлама бар. И тағы да онлайн программалар өте көп. То же самое MOOC деген бар. Көптеген, сол Courseraның өзінде де көптеген бесплатный программалар бар. Вот. Тағы, сосын қыздар көбінесе, әйел азаматтары көбінесе бір-біріне поддержка жасап үйрену бізге керек сияқты, өте керек сияқты. Өйткені біз все-таки патриархалды, қайтып айтса болады, ортада өмір сүріп жатырмыз ғой. Ондай поддержка болмайынша біз өсе алмаймыз. Сосын сіз керемет тұлға болу үшін біреудің айтқанымен жүру қажет емес. Сіздің біреу acceptance жасау керек емес. Сіз өз-өзіңізге сенімді болған кезде сіз любой нәрсені істей аласыз. Рахмет, Әсел, көп күшті эфир болды, мына жақта да күшті деп біздер алып жатырмыз. Соңғы сұрақ қоя салайын. Жылына бір рет болады ма? Негізі бұрында иә, ал қазір қалай? Иә, биыл exceptional жыл болды, өйткені 10 жылдық болды, и былтыр онлайн болғаннан кейін ғана осында 2 кохорт жасады. Негізі жылына бір-ақ рет өтеді. Рахмет көп. Көп рахмет, Әсел, бүгінгі бағдарламамызға эфирімізге қатысып, өзіңіздің ойларыңызбен бөлісіп, тәжірибеңізбен бөлісіп, және қыздарға үлкен мотивация болды деп үміттенемін. Әрине тек қана қыздарға ғана емес, ұлдарға да алтын сырға нәрселер айтылды. Көп рахмет сол үшін. Және аман-есен өткізіп, енді Қазақстанға жақсылап қайтуыңызды тілектеспін. Істеріңізге сәттілік, және сол өзіңіз мақсат қойған мақсаттарыңызға жетіңіз, елге келгенде, және сол жақта үйренген пайдалы біліміңізді Қазақстанға келіп, басқалармен бөлісіп, әрі сол идеяларыңызды Қазақстанда іске асырасыз деп үміттенемін. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Көп рахмет. Сонымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Барлықтарына қатысқан қатысушыларға көп рахмет. Бұл біздің бірінші эфиріміз болатын. Енді екінші эфир ертең. Икигайды жүзеге асыру арқылы адамның өмірлік істі табуға көмек атты. Мөлдір Мұратқызымен бірге екінші эфир болады. Алматы уақытымен сағат 7-де. Барлықтарыңызды қатысуға шақырамын. Әсел ханым, сізге көп рахмет тағы да. Пайдалы болды деп үміттенемін. Егер белгілі бір сұрақтарыңыз болса, Әсел ханымның рухани туыс инстаграмында, Әсел ханымның инстаграмы белгіленген. Егер мүмкін болса, сізге жазып, сұрақтар қойылды мүмкін. Жауап бересіз деп үміттенемін. Барлықтарыңызға көп рахмет. Рахмет көп уақытыңызға. Әсел, рахмет келіскеніңізге, уақытыңызды бөлгеніңізге. Елімізге жақсы оралып келуіңізді тілеймін. Қатысушыларға қолдағандарыңызға мың алғыс. Сосын жаңа Ғазизға қосып өтейін, ертең бізде инвестингке байланысты европалықтардың инвестингқа көзқарасы деген тақырыпта эфир болады. Соған қосылуларыңызды шақырамын. Сол.
Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.